Бұл бейнеде дәл осындай су жылытқыш құралы, яғни электр тендердің қуатын қалай анықтаймыз. Дәл осы бейнеде осыны айтатын боламыз. Бізде дәл осындай электр тен. Ең алдымен бұның қуатын анықтау үшін бізге керегі дәл осындай клеще керек, яғни тестер. Бірінші бұның біз кедергісін анықтап аламыз. Ол үшін бізге көмектесетін дәл осылай белгілеп аламыз. Бізде шықты 36-да 36. Кедергісі 36. Ал енді біз формулаға саламыз. Ол қандай формула? Қуатын анықтау үшін. Қуат бізде болады Б тең кернеу несі квадраты бөлінген кедергі. Дәл қазір біз осы кедергіні анықтадық. Бізде бұл 220-ға келеді. Сонда шығады бізде 220-ны көбейтеді, 2-дің дәрежесі бөлінеді жаңағы 36. Бізде шықты 1344,4. Ал енді бұл ватт болды. Енді бұны киловаттқа айналдырсақ, мысалға 1,3-ті былай айтқанда 3/5 135 киловатт болып шықты. Яғни бұл электр теннің қуаты 1/35 киловатт болып шықты. Ал енді бұны өлшедік. Енді екінші түрі ұқсас, бірақ та бұның кедергісі басқаша болуы мүмкін. Бұны да өлшеп көрейік. Дәл жаңағындай кедергіні өлшеп аламыз. Он 17/9 болды. Дәл осы жерлерден өлшейді ғой. Бір жеріне фаза кірсе, бір жеріне 0 кіреді. 220 тендерға 17/9 болды. Дәл жаңағы формулаға салайық. Қуат тең U-ның квадраты бөлінген R тең болады 220-ны квадраты бөлінген 17/9 тең. Бізде шықты 2703,9. Енді бұны киловаттқа айналдырғанда 2 киловатт болады ғой бізде. 2/8 деп есептесе болады мысалы. Дәл осындай ұқсас тендер, бірақ та біреуі 1 киловатт сияқты болса, 1/35 болды. Екіншіміз бізде 2/8 болды киловатт. Дәл осылай қуатын анықтап аламыз. Видео ұнаған болатын болса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Рахмет.